Филология факультеті Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының қауымдастырылған профессоры Мырзағалиева Гүлзада Мешітбайқызы, 20 ғасыр басындағы қазақ әдебиеті. Бүгінгі дәрістің тақырыбы Нарманбет Орманбетұлы. Нарманбет Орманбетұлы 20 ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің белді өкілдерінің бірі. Нарманбет Орманбетұлы 1860 жылы сол кездегі Қарқаралы уезінде қазіргі территориялық бөлініс бойынша Қарағанды облысының Ақтоғай ауданында қазір өз атымен аталатын Нарманбет ауылында Саға деген жерде туып, 1918 жылы Қарқаралы қаласында уездік соттың төрағасы болып жүрген кезінде қайтыс болады. Нарманбеттің тегі алдында алқалы елі, аузында дуалы сөзі бар, билік пен шешендіктің қасиеті дарыған тұқым. Есейіп, ел билігіне араласқан Нарманбет 1880 жылдардың аяқ шенінен бастап, сол кезде қазақ даласына кеңінен тараған Абайдың озық ойлы поэзиясымен танысады. Міне, осы кезден бастап Абай өлеңдері ақынның қоғамға деген көзқарасын түбегейлі өзгертеді. Оның шығармашылығы халықты құлдық санадан арылту үшін оқу білімге үндеу, патша өкіметінің отаршылдық саясатын, ел атқамінерлерінің түймеге сатылған опасыздығы мен орыс шенеуніктерінің озбырлығын шенеу мен сынауға ойысады. Абай бүкіл дәуірдің перзенттен көтерілген ұстазы десек, азаматтық тұғыры, әлеуметтік мұраты асқақ Абайдың үлгі шашқан өнегесін ұстанып, өмір шындығын, заман келбетін Абайға тән реалистік тәсілмен мейлінше айқын әрі шынайылықпен бейнелей білді. Қазақ халқының ұлттық тәуелсіздігі мен рухани оянуында тарихи ерен істер атқарған қайраткер өзінің көсем сөздерінде Нарманбеттің 1916 жылғы тарихи уақиғаға байланысты туған Сарыарқа өлеңін ерекше бағалаған еді. Әлихан Бөкейханов ақын өлеңіндегі ұлт қайғысын реалистікпен суреттеудегі шеберлігін ғана емес, халықтың әлеуметтік санасына жасап отырған әсеріне екпін жасайды. Өйткені қазақ әдебиетінде халық көтерілісін жырлаған ақындар қатарында оның дараланып көрсетілуі қиян кескі ұрыстың белгілі бір аймақта емес, бұйығы жатқан қазақтың басына түскен нәубеттің тұтас ұлттық сипаттағы көрінісі деңгейінде жырлануында деуге болады. Ал Нарманбет поэзиясы өткен ғасырдың басында Мұхтар Әуезов еңбектерінің зерттеу нысанына айналғаны белгілі. Сондықтан да ақындық ізденісіндегі алғашқы белес саналатын 1886-1895 жылдар аралығында жазылған «Замана», «Патшаның тағы бір политикасы» өлеңдері Нарманбеттің азаматтық тұлғасының тұтас болымыс бітімі, туған халқының қайғы қасіреті мен тағдыры мен біте қайнаса қалыптасу үстінде екенін көрсетеді. Мәселен, «Заман» өлеңінде зар заман ақындары сарынында отаршылдық қысым мен қазақ халқының басына қилы да күрделі кезең туғанын айта келіп, бай озды, қамал бұзған батырдан да, ақшозды бұл заманда ақылдан да, жетісіп жанның бірі ербеңдейді, япырай дария тасып
тартылған ба? Көптен аз қорқады екен ақырғанда, түйме алтын түкірігі қақырғанда. Ақуалын заманының ойлай-ойлай, жүрегім қарс айрылды ақырғанда, деп жырлайды ақын. Әйтсе де Нарманбет шын мәніндегі ақындық жолға кейінірек мойын бұрды. Дәлірек айтқанда, оның өлең сөзге деген құлшынысы Абай өлеңдерімен танысқаннан кейінгі жерде 19 ғасырдың 80-ші жылдарынан бастау алады. Ұлы Абай өлеңі Нарманбет үшін ғажайып өнер әлеміне қарай бағыт-бағдар беретін темір қазықтай болады. Нарманбет шығармаларының дені лирикалық өлеңдер. Нарманбет сөзсіз ірі, талантты ақын. Ол өз дәуірінің зор реалист сыншысы деп жазады белгілі ғалым профессор Смайылов. Оның творчествосында 19 ғасырдың ақыры мен 20 ғасырдың басындағы қазақ даласының саяси, экономикалық және әлеуметтік шындығы, бейнесі айқын көрінеді. Нарманбет творчествосының негізгі мотиві ол халықтың қоғамдық өмірін айтып, жырлап беру еді. Нарманбет поэзиясының ең басты тақырыбы заман шындығы. Нарманбеттің заман шындығын анықта батыл бейнелеген шығармаларының бірі Кер заман өлеңі. Мұнда ел адамдарының психологиясы, ауылнай, старшындардың бейнесі, ұлықтардың парақорлығы мейлінше дәл кестеленеді. Тарихи кезеңдегі өлеңдері 1905 жылғы орыс революциясы. Сахараға қарасақ, мектеп бастығына бұл күнде байлар, ғаяр билер мекер. 1917 жылғы большевиктер төңкерістері, тілекті хақ берген күн, даусың қалай ашылды, ұран, тағы басқа өлеңдері. Нарманбет тілге бай, сөзге еркін ақынның бірі. Оның әрбір өзіндік толғауы, сипаттаулары қазақтың маржандай төгіліп отыратын сұлу өткір сөзіне бөленіп келеді. Ақынның әрбір қысқа суреті немесе әрбір қысқа ойы образды сөзден терең пікірдің толық нық ұштасуынан тұрады, дейді ақын шығармасының тұңғыш құрастырушысы әрі зерттеушісі профессор Смайылов.